Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен құрамында бір жұмыртқа ғана қосылатын кекстің рецептісімен бөлісетін боламын. Каналдан алыстамаңыздар. Кекс жасауға қажетті заттардың барлығын мен описание бөліміне жазып қалдырамын. Ең алдымен біз таза және құрғақ ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарып, араластырып аламыз. Ыдысымыз міндетті түрде құрғақ және таза болуы керек. Содан кейін жұмыртқаның үстіне бір кесе қантымызды салып, аппақ масса болғанша араластырамыз. Бұл рецептің тағы бір ерекшелігі, біз ешқандай миксер пайдаланбаймыз, яғни барлығын венчик арқылы араластыратын боламыз. Бұл рецепт өте қарапайым. Біз кекске қосатын заттардың барлығын шай ішетін бір ғана ыдыстың көмегі арқылы өлшейтін боламыз. Мысалға, біз бір кесе шекерімізді қосып алдық. Енді дәл сондай мөлшерде бір кесе сүтімізді қосып жатырмыз. Сол сияқты дәл сондай мөлшерде бір кесе сұйық майымызды қосамыз. Сол сияқты 2 кесе ұнымызды қосатын боламыз. Және 1,5 қасық мен разрыхитель қостым. Егер видео сізге ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Каналға тіркеліп қойыңыз. Жанында қоңырауша белгішесін басып қойсаңыз, менің каналымнан шыққан әр жаңа видео туралы сізге ақпарат келіп тұратын болады. Барлық заттарды араластырып болдым. Енді ең соңынан разрыхительді қосып жатырмын. Сонымен біздің қамырымыз дайын болады. Енді қамырды кекстің ыдыстарына саламыз. Пешті алдын ала 150-180 градусқа қыздырып қоямыз. Мен кексті 2 түрлі етіп пісірдім. Кекстің бір бөлігіне сгущенка қостым. Қамырды кекстің ыдыстарына салған кезде алдымен 2 қасық қамырдан саламыз. Содан кейін 1 қасық сгущенка қосамыз. Ең соңында 1 қасық қамырмен үстін жабамыз. Қамырды кекстің ыдысына толтырып салмаймыз, себебі ыстық пештің ішінде қамыр көтеріледі, яғни ыдыстың сыртына шығып кетуі мүмкін. Сіздерге де осы рецепті қолдануға кеңес беремін. Себебі бір жасағанда шығатын осындай тәттілермен сіз де тіпті үйіңізге аяқ асты қонақтар келе жатса да, үйдегі бар заттардың басын құрап ақ, осындай өте нәзік әрі дәмді болып шығатын кекстермен қонақтарыңызды қуанта алатын боласыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан 25 минут пен 40 минут аралығында кекстер түгел пісіп шығуы керек. Мен 180 градуста 30 минутта пісіріп алдым. Менің бұл видеом сіздерге пайдалы болды деп ойлаймын. Сіздер де жақындарыңызды қуантуға асығыңыздар. Тағамдар каналынан әлі талай көптеген жаңа рецепттер шығатын болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.